Жаңғақ жақсы көретіндер міндетті түрде осы тортты жасап көріңіздер. Үйде бар заттардан өте оңай жасалынады. Жұмыртқаға тұз, қантты салып миксермен ағарып көтерілгенше 10 минуттай көпіртіп аламыз. Үстіне қаймақты салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттарымыз ұн, қопсытқыш, ас содасын електен өткізіп қосамыз. Грек жаңғағын майдалап, оны да қосамыз. Барлығын астынан үстіне қарай лопаткамен араластырып аламыз. 24 диаметрлі формаға салып, 180 градуста пештің есігін ашпай 45 минут уақытта пісіріп аламыз. Үсткі бөлігін кесіп аламыз, ол бізге безендіруге керек болады. Қалған бөлігін 3 бөлікке бөліп толықтай суытамыз. Крем дайындаймыз. Жұмсақ сары май, қайнат қойылтылған сүт, қойылтылған сүтті миксермен араластырып аламыз. Тортымызды дәл видеодағыдай жинап аламыз. Әрбір бисквит бөлігін пропитка жасаймыз. Алып қойған ең үсткі бөлігін блендерде езіп майдалап алып, тортымыздың үстін безендіруге қолданамыз. Тағы да өз қалауларыңызша әсемдеп қойсаңыздар болады. 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Кремі сіңіп, өте жұмсақ болып дайын болады. Өте дәмді торт болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.